Ұзақ ғасырлар бойы жалғыз ақпарат көзі қағаз болды. Ал 20-шы ғасырда ақпараттың цифрлық тасымалдаушылары пайда бола бастады. Ақпарат тасымалдаушылар бірнеше түрге бөлінеді. Иілгіш магниттік диск, оған дискеттер жатады. Дискеттердің көлемі бірнеше мегабайт қана болады. Олар 1970 жылдардан бастап 1990 жылдардың басына дейін кең таралды. Бұл тасымалдаушыны адамдар ұзақ жылдар бойы жаппай қолданып келді. Көлемі жағынан аз ақпарат сиятын болғандықтан иілгіш магниттік диск қолданыстан шығып қалды. Ленталық ақпарат тасымалдаушылар, олар өте жұқа магнитті лентадан тұратын тасымалдаушылар. Оларға таспалар аудио таспа, видео таспа, тағы басқалар жатады. Көлемі бірнеше мегабайттан бірнеше гигабайтқа дейін болады. Оптикалық диск тасымалдаушылар, оларға CD, DVD, Blu-ray сияқты тасымалдаушылар жатады. Олардың көлемі бірнеше гигабайт болады. Бұлар көбіне аудио, суреттерді және материалдарды, сонымен қатар видеоларды сақтауға арналған арнайы тасымалдаушылар. USB флеш жинақтауыш. Бұл өте ыңғайлы және кең таралған тасымалдаушы. Көлемі бірнеше гигабайт болады. Бұлардың макро, микро CD деген түрлері бар. Қатқыл магнитті диск, HDD, hard disk drive, немесе Winchester. Көптеген компьютерлерде негізгі есте сақтау құрылғысы болып табылады. Бұл көлемі және құрылымы жағынан ең күрделі тасымалдаушы. Қатқыл дискіде өте көлемді ақпараттар сақталады. Олардың көлемі өте үлкен, бірнеше гигабайттан бірнеше терабайтқа дейін болады. Қатқыл диск ішкі және сыртқы деп екіге бөлінеді. Жүйелік блоктың ішіндегі қатқыл диск ішкі құрылғы деп есептеледі. Ал сыртқы бөлікте тасып жүретін қатқыл диск бұл сыртқы бөлікте орналасады. Көбінесе біздің видеоларымыз немесе суреттеріміз тым көп болған кезде және оның барлығын компьютерге, ноутбукке сақтап, өзіміздің компьютерімізге көптеген жүктеме жасап алмас үшін сыртқы бөлікте қатқыл дискті пайдалансақ болады. Бұл біздің компьютеріміздің жұмыс жасау жүйелігін төмендетпеуіне және біздің ақпараттарымыз бөлек сақталуына мүмкіндік береді. Ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты сақтау құралдары мен тасымалдау құралдарының сыйымдылығы жылдан жылға артып келеді. Қазіргі кезде ақпарат тасымалдауға тасымалдаушы құралдарды қажет етпейтін жандар да бар. Олар электронды пошталарды немесе әлеуметтік желі қызметтерін пайдаланады. Ең үлкен қатқыл диск 1956 жылы 4 қыркүйекте IBM компаниясы дайындаған IBM 350 дискісі болды. Оның үлкендігі шкаф көлеміндей, ені 1,5 метр, биіктігі 1,7 метр және ұзындығы 74 сантиметр болды. Құрылғының салмағы 1 тоннаға жуық еді.